Басқосу қазақ тілі клубы сіздерге арнап видео сабақтар жазады. Осы сабақтарда клубты қалай жүргізу, қазақ тілін үйрету бойынша нұсқаулық болады. Спиддейтинг сияқты 2 минуттан белгілі бір мен берген тақырыпқа сөйлесеміз. Содан кейін адамдар ауысады. Сырттағы адамдар отырады, іштегі адамдар ауысады. Мысалға, сіз келесі орынға, сіз сырттағы адамдар орындарына отыра береді. Жақсы, онда сіздер қазір бір-бірлеріңізбен спорт туралы сөйлесіңіздер. 2 минут кетті. Қатысушылар жұптарға бөлініп, екі-екіден отырады. Жұптар жүргізуші берген тақырыпқа 2 минут сөйлеседі. 2 минут біткен соң, бір адамнан ауысып, жаңа жұп құрайды. Рахмет, достар, уақыт бітті, ауысамыз. Қазір сіздер бір-біріңізбен Қазақстан тарихы туралы сөйлесесіздер. Олар келесі тақырыпқа 2 минут сөйлеседі. Осылайша жалғаса береді. Ойынның мақсаты кез келген адаммен кез келген тақырыпқа сөйлесіп үйрену, сөздік қорды байыту. Назарларыңызға көп рахмет. Тағы да қосымша видеолар үшін біздің YouTube-тағы каналымызға жазылып, Facebook-тағы парақшамызда қарап жүріңіздер. Сау болыңыз!